Сәлем достар. Бүгін біз аскөк тұқымдарының пайдасы мен зияны туралы сөйлесеміз. Сондай-ақ видеода денсаулыққа пайдалы аскөк рецептілерін қалай қолдануға болатынын біле аласыздар. Сондықтан роликті соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Айта кететін тағы бір жайт, біздің каналға жазылмай қараған көрермендер 89% құрайды. Сол себептен жазылмаған болсаңыз, команданың жұмысын бағалап жазылыңыз да қоңырау белгішесін басыңыз. Жазылу батырмасы сіз жазылдыңыз дегенге айналсын. Алдын ала рахмет және тамаша көрулер тілеймін. Аскөк тұқымдары ежелден белгілі. Оларды 7000 жылдан астам уақыт бұрын өсірген. Тұқымдары медицинада, аспаздықта және косметологияда қолданылған. Оларды жас аналардың лактациясын ынталандыру үшін, сондай-ақ жүректің қышуы мен ас қорыту мәселелерін жою үшін пайдаланды. Көптеген мәдениеттерде бұл өнімнің мистикалық қасиеттеріне сенген, жаман рухтарды қуып шығару үшін қолданған. Саяхатшылар әрдайым аскөк пен оның тұқымын жүрек айнуы мен асқазан проблемаларына қарсы дәрі ретінде алып жүретін. Қазіргі заманда да көптеген мамандар аскөк тұқымдарының ендік қасиеттерін растайды. Оның құрамындағы дәрумендер мен эфир майлары өнімнің көп пайдалы қасиеттерін қамтамасыз етеді. Егер қаласаңыз, мен екінші бөлігін жіберіп, қандай ауруларға қалай көмектесетінін арнайы рецептілер мен қолдану тәсілдерін жалғастыра беремін. Сахарлы. Диабет кезінде қандағы глюкоза деңгейі жоғарылайды. Оны бақылау үшін дұрыс тамақтану режимін сақтау және қантты төмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдау қажет. Кез келген жасыл шөптер диабет кезінде рұқсат етіледі және тіпті ұсынылады. Аскөк тұқымдары құрамында пайдалы заттарға бай, сондықтан оларды қолдану міндетті. Аскөк тұқымдарының диабетке пайдасы. Метаболизмді жақсартады және майдың жиналуына жол бермейді. Ас қорыту ферменттерін ынталандыру арқылы ас қорытуға көмектеседі. Қан глюкозасының деңгейін қалыпқа келтіреді. Панкреатит кезінде ас қорыту ферменттері азайып, ауру сезімі пайда болады. Бұл тамақты қабылдауды және қорытуды қиындатады. Аскөк тұқымдары зат алмасуды жақсартады. Ішектегі қабынуды азайтады. Асқазан жасушаларын белсендетіп, ас қорыту сөлін арттырады. Ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Метеоризм мен спазмдерді азайтады. Жеңін сұйылтатын әсері бар. Іш қатуды болдырмайды. Маңызды. Аскөк тұқымдарын тек ауру асқынбаған кезде қабылдаған жөн. Гастриттің асқыну кезеңінде диета сақтау қажет, ал аскөк тұқымдары қабынуды азайтып, симптомдарды жеңілдетеді. Оларды атвары, шайы немесе дәмдеуіш ретінде қолдануға болады. Асқазан ішек жүйесі үшін аскөк тұқымдары аса қажет. Олар ішектің моторикасын қалыпқа келтіреді, іш қатуды болдырмайды, газдарды азайтады және ас қорыту процесін жеңілдетеді. Колит кезінде аскөк тұқымдары қабынуға қарсы әсер етіп, ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Инфекциялық ошақтарды жояды және симптомдарды азайтады. Бауырға пайдасы. Аскөк тұқымдары бауырды тазартып, токсиндердің әсерінен қалпына келтіруге көмектеседі. Олар антиоксиданттарға бай. Бұл жасушаларды зақымданудан қорғайды. Тұқымдарды дәмдеуіш ретінде немесе уатвары ретінде қолдануға болады. Геморройға қарсы. Көп факторлар геморройдың дамуына себеп болады. Ұзақ отыру, аз қимылдау, ауыр көтеру, дұрыс тамақтанбау. Аскөк тұқымдары бұл симптомдарды жеңілдетуге көмектеседі. Олар ішекті тазартуды ынталандырады, әсіресе дәрі-дәрмектермен бірге қолданғанда. Холецистит кезінде. Сары ішектің қабынуы кезінде тамақты жеңіл және қарапайым қабылдау қажет. Аскөк тұқымдары қабынуды азайтып, ас қорытуға көмектеседі. Қан қысымы мен жүрек үшін. Аскөк тұқымдарында темір бар. Олар темір тапшылығы анемиясын алдын алады. Сонымен қатар, олардың құрамындағы эфир майлары қан тамырларын босаңсытып, жүрек жұмысына көмектеседі. Паразиттерге қарсы. Аскөк тұқымдары ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, паразиттердің өмір сүруін қиындатады. Эфир майлары гельминттерді парализдеп, шығаруға көмектеседі. Ал слизистаяны қалпына келтіру паразиттердің бекілуін тежейді. Цистит кезінде. Мочевина қабынған кезде аскөк тұқымдары спазмды және ауруды азайтады. Оны атвары немесе бу ваннасы арқылы қолдануға болады.
Соғықтық пен ісіктерге қарсы. Аскөк тұқымдары диуретикалық әсер көрсетіп, артық сұйықтықты шығарады, бірақ қанның су электролит балансын бұзбайды. Гипертония үшін рецепт. Бір ас қасық аскөк тұқымын 500 мг қайнаған суға салып, 20 минут тұндырыңыз. Ішу. Күніне бірнеше рет жарты стақаннан 7 күн ішіп, 7 күн үзіліс жасау керек. Балалар мен ересектерге аскөк суы. Балалар, 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық тұқым. 30 минуттан кейін 50-100 мг 2 рет күніне, аш қарынға. Ересектер, 1 стакан қайнаған суға 50 грамм тұқым, аш қарынға 1 ас қасықтан. Асқазан үшін стимуляция. 1 шай қасық тұқымды 1 стакан қайнаған суға салып, 10 минут тұндырыңыз. Ішу. Аш қарынға 50 мг. Жыныс мүшелері мен мочевина жүйесі. 2-3 ұнтақталған тұқымдарды күні бойы қолдану. Цистит кезінде бу ваннасы жасау. Қарсы көрсетілімдер. Кез келген өнім сияқты аскөк тұқымдарының да шектеулері бар. Бүйректе немесе зәр қапшықтарында тастар бар адамдарға ұсынылмайды. Аскөк тұқымдарының диуретикалық әсері тастардың орнын өзгертіп, жағдайды нашарлатуы мүмкін. Қан қысымы төмен адамдарға абай болу керек. Тұқымдардың гипотензивтік әсері бар. Сондықтан төмен немесе қалыпты қысымы бар адамдарға зиян келтіруі мүмкін. Резко төмендегенде бас айналу, жүрек айну және аңырау байқалады. Аллергияға бейім адамдар аскөк тұқымын қолданудан бас тартуы қажет. Егер теріде бөртпе немесе тыныс алу қиындау байқалса, қолданбаңыз. Жаңа туған нәрестелер мен 1 жасқа дейінгі балалар тек қатаң шектеулі мөлшерде қолдануы керек. Кейде ата-аналар ұсақ балалардағы коликаны жеңілдету үшін аскөк суын береді, бірақ мөлшерін асырып жіберуге болмайды. Аскөк тұқымдары көптеген ауруларды жеңілдетуге және денсаулықты жақсартуға көмектесетін керемет табиғи өнім. Олар диабет, асқазан ішек проблемалары, бауыр, жүрек, гипертония, паразиттер, цистит және іш қату сияқты көптеген жағдайларда тиімді. Видеода көптеген пайдалы рецептілер мен кеңестер берілді. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қоңырау белгішесін басыңыз. Лайк қойып, видеоны туыстарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіз, бізге үлкен қолдау болады. Келесі кездесулерге дейін сау болыңыздар.